Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін сіздермен дәл осылай ерекше ыстық тағамның түрін жасайтын боламыз. Ендеше каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, видеоның соңына дейін қарап шығыңыздар. Ең алдымен қажетті заттарымыздың барлығын жақсылап осылай видеода көрсетілгендей турап шығатын боламыз. Арнама жаңадан қосылған жандар болса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетулеріңізді сұраймын. Келесі кезекте қамырды жатқызатын боламыз. Яғни ол үшін тұзды, сұйық майымызды және де салқын суымызды құйып, кішігірім қылып қамыр елеп шығаратын боламыз. Қамырымызды 30 минутқа тындыруға қоямыз. Және де қазанымызды отқа қойып, шыжғырып майымызды қуырып алатын боламыз. Рет-ретімен осылай еттен бастап қуыратын боламыз. Етіміз қызарып бастағаннан соң, пиязымызды және де сәбізімізді жақсылап қуырып алатын боламыз. Пиязымыз бен сәбізіміз жұмсарып қызарғаннан соң, томат пастасын салып, қызартып қуыратын боламыз. Татымына қарай тұзымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Және де келесі кезекте картопымызды салып қуырып алатын боламыз. Картоптың бойымен өлшеп, суымызды құйып, бастырып қоятын боламыз. Келесі кезекте қамырдың ортасындағы жаңағы начинкасын қуыратын боламыз. Қамырымызды дәл осылай жайып алатын боламыз.
Дайын болған начинкаларымызды осылай қамырымыздың ортасына жаңағы шетіне араластырып осылай жаңағы жайып шығатын боламыз. Және дайын болған қамырларымызды шетінен бастап орай бастаймыз. Үлкен болып кеткендіктен мен ортасынан кесіп алдым. Яғни 2 бөлік шықты. Қамырымызды 2 бөлікке бөліп алдық. Және де осындай сіздердің жаңа ирек пышақтарыңыз болса, осылай әдемі етіп бөліп алуға кеңес беремін. Әлі жасап көрмеген болсаңыздар, жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте керемет болады. Осы тағамды жасап, отбасыңыздағы жаңағы адамдарды қуантыңыздар. Өте қарапайым жолмен жасалады. Үйде бар заттармен жасалатын тағам түрі болып табылады. Дайын болған қамырларымызды осылай салып, 30-35 минутқа баяу отта пісіріп алатын боламыз. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.